1 желтоқсан Қазақстан Республикасы тұңғыш президенті күніне орай бір қатар Нұр Отан партиясының белсенділері марапатталып, жаңа мүшелер партия қатарына қабылданды. Тәуелсіздікті ту еткен ордалы 30 жыл ішіндегі Қазақстанның әлеуметтік және экономикалық жетістіктері жетелік. Бүгінде еліміз әр салада қарқынды дамып, алдыңғы орындардан көрініп жүр. 1 желтоқсан Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті күніне орай ұйымдастырылған шарада 30 жыл ішінде қол жеткізген жетістіктері мен елбасының тәуелсіздігімізді баянды ету жолындағы еселі еңбегі сөз етілді. Жиын барысында партия қатарына денсаулық, білім, мәдениет, банк саласының өкілдері, темір жолшылар қабылданып, партия белсендісі алғыс хатпен марапатталды. Салтанатты шарада Гүлшара Наушақызы партия қатарына жаңадан қабылданушыларға үлкен жауапкершілік жүктеумен қатар мықты партияның мықты лидерлеріне айналуға сенім білдірді. Мемлекетіміздің әлем елдері арасындағы абыройы мен беделі уақыт санап артып келеді. Тәуелсіздікті ту еткен ордалы 30 жыл ішіндегі Қазақстанның әлеуметтік және экономикалық жетістіктері елбасының елді жаңғыртуға бағыттап, болашаққа бағыт бағдар берген түбегейлі реформалары арқылы жүзеге асырылды. Мұның барлығы да бүгінгі тәуелсіздігімізді баянды ету жолындағы елбасының еселі еңбегінің, көреген саясатының жемісі. Бүгінгі салтанатты шарада партия қатарына жаңадан қабылданушыларға үлкен жауапкершілік жүктеумен қатар, алдағы жұмыстарды атқаруға мол күш-қуат берері сөзсіз. Қатарымызға жаңадан қосылып жатқан азаматтар партияның сенімді саяси жасағы ретінде мықты партияның мықты лидерлеріне айналады деп сенемін. Жиында елбасымыз ұсынған елдіктің 7 тұғыры атты қағидаттар жиынтығын қолдап, тәуелсіздіктің құндылығы туралы қоғам қайраткері Бақберген Досманбетов, сонымен қатар Арал, Қармақшы, Шиелі аудандарынан партия ардагерлері мен белсенділері онлайн байланыс жасап пікірлерін білдірді. Бұдан бөлек елбасының қандастарға деген қамқорлығын қандасымыз Қорқыт атындағы Қызылорда университетінің студенті Жамбыл Бақтәлі жырмен жеткізді. Жастарымыз баба салтын қылған мұра, арман мақсат қоятын күнді алдыға. Тарихтың алдында үлгетеміз елім деген құрбанды тұлғанды да. 21 ғасырда біз шығамыз рухани құндылықпен шын жаңғыра. Елбасы айтып өткен аманатты біз жастар тындырамыз тыңдаңғыла. Елдіктің 7 тұғыры жадын ұстап, ел ертеңі түсеміз нұрландырайық. Мадина Ералиева, Нұрдәулет Сәду, Сәуле Нұрпейісова, Қызылорда қоғамдық телеарнасы.